Чарльз Дарвин, барлығымыз білеміз, эволюцияның атасы деп айтуға болады. Чарльз Дарвин әртүрлі жағдайда түрлі жолмен тірі қалуға ұмтылатынын байқаған. Яғни, әлемде қандай тірі ағза болмасын, тірі қалу үшін күрес үстінде, барлығымыз білеміз. Енді бастайық, қараңыздар. Чарльз Дарвин, эволюцияның атасы, әртүрлі жағдайда түрлі жолмен тірі қалуға ұмтылатынын байқаған. Яғни, басқаша айтқан кезде, тірі ағзалар тірі қалу үшін әрдайым күрес үстінде, тірі қалу мақсат. Енді бұл теорияны 1940 жылы Шмальгаузен деген академик арғарай дамытып, әлемге K және R стратегиясын ұсынды. Бұл не деген сөз? Ағзалар тірі қалу үшін әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолданады, және ең басты әдіс-тәсіл бұл көбею. Әлемде тірі қалу үшін ағзалар көбею қажет. Логикамен ойланып қарасақ, қай ағза көп көбейсе, сол ағза әлемде көп болу керек. Бірақ мысалға алатын болсақ, айбалық бар. Айбалық бір көбейгенде, бір ұрпақ қалдырған кезде 300 миллион балық қалдырады екен. 300 миллион. Бұл логикаға қарайтын болсақ, әлемде ең көп тараған балықтардың бірі айбалық болу қажет. Бірақ олай емес. Мұхиттарда айбалық өте сирек кездесетін балықтардың бірі. Не себептен десеңіздер, қараңыздар. Бұл айбалық R стратегиямен көбейеді. R стратегия деген не? Жоғары өнімділікке, ерте жыныстық жетілуге, тез ұрпақ алмасуға, жылдам қоныстауға бағытталған. Яғни, бұл R стратегиямен көбейетін ағзалар тез ұрпақ қалдыруға бағытталған. Жаппай құрылу жағдайында R стратегия түрлерге күрт төмендеуден кейін санның тез қалпын келтіруге мүмкіндік береді. Яғни олар туғанда көп ағза дүниеге келтіреді, көп ағза туады, бірақ солай тез жойылып кетеді екен. Сол себептен сондай стратегияны ұстанады. Көп туу керек, себебі біз итак тез жойыламыз деген сөз. Оларға кімдер жатады? Тышқан тәрізді кемірушілер, содан кейін жәндіктердің көптеген түрлері, мысалы бүргелер, көк қасқа, шегірткелер, тарақандар және тағы басқа. Тышқандар да соларға жатады. Яғни, бір көбейген кезде тез көп ұрпақ қалдыратын ағзалардың барлығы R стратегиямен көбейеді. Егер графикқа қарайтын болсақ, R стратегия мысалы азайды, сосын тез көбейеді, көбейгеннен кейін резко азайып кетеді. Яғни, уақыт өткен кезде резко азайды. Сол себептен бұларда сондай стратегия. Көп ұрпақ қалдыру, потому что болашақта итакта азайып кетеміз деген мағынада, яғни тез жойылып кететін ағзалар. Енді сонымен қатар K стратегиямен көбейетіндер бар. K стратегия дегеніміз не? Кезінде ұрпаққа қамқорлықтың алуан формасы жетілдіріледі, өсімталдық төмендейді, бірақ ұрпақ сапасы жоғарылайды, тіршілік ету ұзақтығы артады. Яғни, қараңыздар, бұл жерде ағзалар көп ұрпақ қалдырмаса да, ол ұрпақтар тіршілік етуге бейімделген, яғни тіршілік сапасы жоғарылайды. Өліп кетпейді, ұрпақтар ұзақ уақыт бойы тірі қала алады деген сөз. Бұл K стратегиямен көбейетін ағзалар. Бұларға кімдер жатады? Пілдер, адам тәрізді маймылдар, адамдар да жатады, теңіз сүтқоректілері, мысық тұқымдастарына жататын ірі жыртқыштар. Мысалы жолбарыстар, мысалы маймылдар, адамдар. Яғни көбінесе сүтқоректілер бір туғанда, мысалы адамды алатын болсақ, адам 9 айда бір немесе 2 ұрпақ туы мүмкін, өте сирек кездесетін 3-4 ұрпақ туады. Ол ұрпақты туғанымен ол ұрпаққа көңіл бөледі, ұрпақтың өсуіне, дамуына көңіл бөледі, артынан қарайды. Сол себептен олар тірі қалады, әлемде көп кездеседі. Бұл K стратегия. Ал R стратегиямен көбейетіндер, бұл көп ұрпақ қалдырғанымен ұрпаққа көңіл бөлмейді. Олар 300 миллион бағанағыдай туылады. 300 миллионның ішінде 1-2, 3-4 тірі қалуы мүмкін. Болды, қалған барлығы жойылып кетеді. Бұл R стратегияның көбею тәсілі.